Қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етуде заманауи технологиялардың рөлі күн санап артып келеді. Әсіресе жол қозғалысын бақылау мен құқық бұзушылықтардың алдын алуда цифрлық жүйелер тиімділігін көрсетуде. Осы орайда полиция департаментінің сан және дерек айдарында патрульдік полиция ротасының атқарылған жұмыстарының нәтижесін назарларыңызға ұсынамыз. Жол сақшылары республикалық маңызы бар тас жолдарда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтарды болдырмау бағытында жүйелі түрде рейдтік және профилактикалық іс-шараларды жүргізуде. Заманауи техникалық құрылғыларды пайдалану арқылы жол қозғалысынан тәулік бойы бақылау күшейтіліп, құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтау жұмыстары ұйымдастырылған. Жыл басынан бері кибершериф құрылғылары арқылы 1723 дерек, трафик сканер бейнекамералар арқылы 404 дерек, жасырын патруль, яғни Oracle Insight арқылы 219 дерек, ал дрон әуе камералары арқылы барлығы 24 құқық бұзушылық дерегі анықталды. Сондай-ақ осы кезеңде борышкер жедел профилактикалық іс-шарасы аясында 650 автокөлік тексерілді. Жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында қауіпсіз жол, жылдамдық, борышкер, құқықтық тәртіп секілді жедел профилактикалық іс-шаралар өткізіліп, жүргізушілермен түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде. Қауіпті учаскелерде патрульдеу күшейтіліп, дрон арқылы рейдтер ұйымдастырылды. Бұл жолдағы тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жүйелі жұмыстың нәтижесі. Сіздермен бірге сан және дерек айдары. Қауіпсіздік біздің басты назарымызда.